Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді сочный болып шығатын балықты пісіреміз. Біз оған семганы да алсақ та болады, лососьта немесе осетраны алуға болады. Алдымен біз семганы маринадтаймыз. Ол үшін бізге пергамент қағаз қажет. Балығымды және көкөністерімді алдын ала жуып алдым мен. Маринадтау үшін алдымен біз тұзды аламыз. Әр семгаға мынандай жарты қасықтай тұзбен тұздауға болады. Балықтың өзінде тұз болмайды. Сол себепті тұздаймыз. Келесі бізге қажет кориандр приправасы. Азыздан бай сеуіп шығамыз. Кориандр бізге кішкене ашылау дәм береді. Балықтың өзінің бір дәмін ашады. Ерекше қылып. Келесі приправа базилик. 3 балыққа менде бір шай қасығы кетті. Енді орегано. Ең соңғы ол бізде қара бұрыш. Азадан бүйтіп сеуіп шығамыз. Оливковое масло. Келесі процесс. Бір балықты алып, екінші балықтың үстіне қойып, бүйтіп жағып аламыз екінші жағына. Осылай маринадтап аламыз. Осылай біз 10 минутқа қоя тұрамыз. Бұл балықтар маринадталғанша біз көкөніс тураймыз. Балықтарды мантоварканың листіне салып, мантоваркаға пісірсеңіз де болады, немесе пароваркаға. Мен термомикстің пароваркасына пісіремін. Бұл маринадталғанша біз көкөніс тураймыз. Көкөніс алсаңыздар болады. Менде картошка мен свекла. Ондай кружочка қылып тураймын. Балық бізде 15-20 минутта піседі, а менің картошкамның осындай көлемі, где-то бұл 1,5-1 сантиметр шамасы шығар, 1 сантиметр, 1 сантиметр шамада кессем, бұл 20 минутта тоже піседі. Свекланы да сондай көлемде кестім, 1 сантиметр. Енді оны астыңғы пароваркаға саламын. Ештеңе де жақпаймын. Көкөністер, парға піскен көкөністің өзі былай да тәттірек болады. Менде астында осылай көкөністер тұрады, үстінде балық. 10-15 минут күтеміз, маринадталғанын сосын пісіре береміз. 20 минуттың ішінде ол бізде пісті. Міне пышақ оңай кіріпті. Міне біздің балығымыз да пісті. Осындай іші сулы болып тұрады. Бұл балықтың сочныйлығын білдіреді. Балық пен көкөністерімізді әдемілеп тарелкаға саламыз. Балықты лимон тілімімен ұсынамыз. Лимон балыққа бір өзіндік керемет дәм береді. Рецепт сізге ұнаса, міндетті түрде пікір қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлфара Жақап. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.